Алаяқтық дегеніміз не? Сәлем достар, сізбен адвокат Таир Насханов. Қылмыстық кодекстің 190 бабы бойынша жауапкершілігі беліктілік белгілеріне байланысты 1000 айлық есептік көрсеткіштен бастап 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Соңғы кездерде интернет алаяқтық көбейіп кетті. Сонымен алаяқтық дегеніміз не? Егер құрғақ заң тілімен айтсақ, алаяқтық, яғни бөтен, біреудің мүлкін жымқыру, алдау, немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену. Ал егер қарапайым адам тілімен айтар болсақ, мүлік деген не екенін түсіндіруден бастайық. Бұл пәтер, көлік, ақша болуы мүмкін. Жымқыру жасаған кезінде бұл мүлікке жәбірленушінің көлікке техникалық куәлігі, пәтер иесінің құжаты, жер актісі болу керек. Бұл қылмыстың көп болуына адамдардың өздері кінәлі. Себебі біздің адамдардың шексіз сенімділігімен бір нәрсені аз ақшаға алу арманы. Осы қылмыскерлер пайдаланып кетеді. Алаяқтың ұрлықтан және тонаудан айырмашылығы неде? Алаяқтық жасаушы мүлікті алдаумен немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемденеді. Мұнда ешқандай зорлық пен қорқыту жоқ. Алдау дегеніміз не? Қылмыскер мүлігіңізді тартып алу мақсатымен алдын ала ойластырып, сізді алдап тұрады. Мысалы, сізге жерге жасанды акті көрсетіп, алдын ала салым алып, сіздің ақшаңызбен жоғалып кетеді. Сенімді теріс пайдалану дегеніміз жәбірленуші мен алаяқшы бір-бірімен бұрыннан таниды. Мысалы, компанияның құрылтайшысы мен директор. Құрылтайшы директорға сенеді, ал сол сенімді пайдаланып компанияның ақшасын иемденіп кетеді. Ол туысқандардың ұсынысы немесе кінәлі адамның лауазымды мәртебесі болуы мүмкін. Алаяқтықты дәлелдеу қиын. Алдымен кінәні дәлелдеу керек. Ол деген не? Адам оның қоғамға қарсы жасап тұрғанын түсіну, жәбірленушіге зиян келтіретін сезу және сол мақсатқа жеткісі келу. Егер тұлға жәбірленушіні алдап жүргісі келіп тұрғаны дәлелденбесе, іс жабылады. Егер шартты орындай алмаса, арыз бойынша тергеу жүргізілмейді. Өйткені бұл азаматтық құқыққа байланысты. Бірақ егер жәбірленушілерден топ құрылып, алаяқшылар олардың бәрін бірдей жүйелі түрде алдап жүрген болса, онда іс қозғауға мүмкіндік бар. Егер сізді біреу алдап кетсе, адвокатқа барыңыз. Ол сізге қалай арыздану, қандай дәлелдер қосу керек екенін түсіндіріп береді. Ал егер сіздің үстіңізден арыз түссе, міндетті түрде кәсіби адвокатқа жүгініңіз. Менің видеома лайк қойыңыз, YouTube каналға жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.